Birde mınандай bir okuyga boluptu. Aldargösü baydan qarızga akşa alıp, qarzın төлөгөнүн пайызын кайтара алмай, әбден әлек болuptu. Вакыт өткен сайын алдардың да қарызы күннен күнге өсе беріпті. Болды, қарызыңды күтіп шаршадым. Ақшаның бәрін ертең қайтармасаң түрмеге отырғызам. Енді қайттым, енді қайттым. Қалтамда көк тиыным да жоқ. Ақшаны қайдан алсам екен? Ай, сорлы басым, ай, сорлы басым. Ey Aldargösü, шық бері. Қарызыңды қайтаратын уақыт жетті. Қайтарасың ба? Әлде түрмеге барасың ба? Өзің таңда. Ағам үйде жоқ. Ақша мәселесімен қалаға кеткен еді. Ал сен кім боласың? Мен Алдаргөсенің жиені болам. Қонаққа келіп едім. Бал жарайды, Алдаргөсенің жиені. Менің үйіме жүр. Ағаң қарызымды қайтарғанша үйінде тұрасың. Ей, қарның ашқан шығар. Кел, бізбен бірге отырып тамақ іш. Ойбай-ау, соншама жапырып жегеніңнен семіріп кетесің. Ештен етпейді. Толсам да керек кезде арықтап аламын ғой. Алдаргөсенің қалада қашанға дейін болатынын кім біледі? Оға дейін мына қомағайға тамақ беріп асырай берем бе? Мына қыздың ішкен жегенін санап жазық қояйын. Кейін Алдаргөсеге төлетіп алам. Қыз емес, қыздың атай қызыласақ, болмаймай соғылға әркім қашақ. Әзілмен ебіл тауып ойламаса, жігіттің қарап тұрсаң, ашыркен өзі жасығай. Ай-гай, гиги-гай, гиги-гай, гиги-гай-гай-гай. Үйлеріңде бой жеткен қыз бар ма екен? Өзіме тең құрбымды іздеп жүрмін. Құда түсейін деп. Төрлет қарағым, төрлет. Үйімізде бір бой жеткен бар. Алдаргөсенің жиені болады. Өзің қара, мүмкін ұнатып қаларсың. Бірден ұнап қалды. Мен дереу үйленгім келеді. Бұл қыздың ағасы Алдаргөсе маған көп ақша қарыздайды. Қарызын өтеп берсең, алда жүре бер. Махаббат бар жерде қайдағы ақша? Қанша керек? 100 мың. Міне ақшаң. Тек тойды бүгін жасаймыз. Бой жеткеннен ешкім еш нәрсе сұраған жоқ. Бұл жігіт қызға ұнай ма, ұнамай ма, байға ақша төленсе болды екен деп ойлады. Бай мен жігіт екеуі өлгенше мас болды. Сен осы мені сыйлайсың ба? Сен менің қайнатамсың ғой. Қалай сыйламаймын? Қайнатаң емес. Маған бәрібір. Қайнатамсың ба, жоқсың ба?
Kız emez, kızına atay kızılasın. Жастар көп kız балаға болған ғашық. Әзіл мен ерін тауып ойнамасаң, жігіттің қарап тұрсам, Başırkın özü жасығай. Ай гиги гай гиги гай гиги гай гай. Kene bir siyeyinş seni. Жоқ, біз ауылдан ұзағанда жоқпыз. Біреу көрік қойса, ұят болады. Sen менің әйелімсің, енді айтқанымды істейсің енді. Ана тұрған төбешікке жетіп алайықшы. Сонда сөйлесеміз. Ана төбешікті айтып тұрсың ба? Ой, оған дейін ұйықтап та үлгерем. Ұйықтаңыз, күйеу, ұйықтаңыз, ұйықтаңыз, күйеу, ұйықтаңыз. Жеттік пе? Ей, сен кімсің? Сенің әйеліңмін. Сен еркексің ғой. Иә, дәл айттың, еркекпін. Не деген ақымақпын, а? Ауылды аралап қаншама керемет қыздарды көріп, еркекке үйленгенімді қара. О, сорлы басым, сорлы басым. Кәне бір шолп еткізіп бір бетіңнен сүйейін бе сені? Кетер. Ойбай, әке шешеме не бетімді айтам? Танысып бойыңдар, мынау менің күйеуім дейін. Сұмдық. Бұның бәрін біреуге айтып, несіне әуре боламыз? 100.000 теңге өтемді төледі, жаңа қалыңдық іздеп жөніңе кете бер. Сөйтсем бола ма? Әрине, болады. Қарсы болмайсың ба? Мүлде қарсы болмайым. Бірақ арамызда болған жайтты ешкімге айтпа. Абыржыма, тісімнен де шығармайым. Міне, қайтадан бойдақ болдым ой. Бұрынғыдай бай болсам да, әйтеуір еркін зіңгіттей жігітпін. Жаңа жұбайым болатын бой жет. Ал мен барып, байдың қарызын қайтарып берейін. Әбден күтік балғаны шығар. Ай, байеке, менің жиенім қайда? Бейшара қызды менсіз күйеуге беруге қалай ғана арың барды. Енді мен оны қайдан іздеймін? Саған қарызымды алып берсем, сен оңбаған менің туысымды көрінгенге ақшаға сатып, өз обалың өзіңе. Енді мен сені сотқа берем. Түрмеде отырғызып, көзіңді түрмеде шірткізем. Ой, бүлдірдім бәрін кешіре көр, бүлдірдім. Сотқа бермей-ақ қойшы. Анау күйеу жігіт ұсынған ақшаның бәрін саған берем. Тек түрмеге отырғызбаш. Қарызшы. Қарызыңды да кешірдім. Сонда сен немене маған ақша беріп, туған жиенімді ұмыттырғың кеп тұр ма? Жоқ, қайдағы ақша? Ақша бергің келмей тұр ма? Онда сотқа барамыз. Берем. Алдар, берем. Қанша бересің? 100.000. Яғни күйеу жігіт берген 100.000 теңге, оған қоса мен қарыз болған 100.000 теңгемен тағы 100.000. Сонымен барлығы 300.000 теңге бола ма? Ойбай-ау, ондай ақшам жоқ. Олай болса, менен қарызға ақша алсаңшы. Қарызыңды соңынан өтіп, пайызын кейін төлерсің. Енді сені туысым десем де болады. Туған жиенімді күйеуге бере салдың ғой.
Пришло время платить долги. Қарызыңды төлейтін уақыт келді. Қарызыңды төлейтін уақыт келді. Я племянница Алдара Көсе. Мен Алдар Көсенің жиені едім. Мен Алдар Көсенің жиені едім. Она мне нравится, хочу на ней жениться. Ол маған ұнап тұр, соған үйленгім келет. Ол маған ұнап тұр, соған үйленгім келеді. Это же надо было так оплошать. Япырай, сонша жаңылысқанымды қарашы. Япырай, сонша жаңылысқанымды қарашы. Я отдам все свои деньги. Только не надо в суд. Ақшамның бәрін берем. Тек соттың керек жоқ. Ақшамның бәрін беремін. Тек соттың керегі жоқ.